8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сәлем, Қазақстан! Жамбылдай жамбыз, мені қалдырмай жалғыз, жанымда жаным жүрсеңші. Бізді бақыт іздеп жүрме, өткізбейміз біздер мүлде жаным, уақытты жалғыз. Қосақ қудай айрылмайтын, бір-бір үшін уайымдайтын біздер бақыттылармыз. Тағы да жаным, біз бақталайық, бақытқа аттанайық, сонда сақ болайық. Ай, сенсің асыл адамым, менмін ғашық анамын, келші қасыма жаным. Ай, жалғанда жолым болса, арманым орындалса, болмайтын еді арманым. Жүрім жанған шабағым, алла жар болса жаным, боласың менің жан-жарым. Күңіренсе бұлтай күнім, жүрекпенен шырқайтұғын жаным, едің қояным. Өзің барсың жүрегімде, баяны жоқ бұл өмірде, сенсің менің баяным. Тағы да жаным, біз бақталайық, бақытқа аттанайық, сонда да сақ болайық. Ай, сенсің асыл адамым, менмін ғашық адамым, келші қасыма жаным. Ай. Сәлем Қазақстан, қайырлы кеш қымбатты көрермен. Сіздермен бірге әдеттегідей Қазақстан ұлттық телеарнасының қайталанбас әрі ерекше Сәлем Қазақстан бағдарламасы. Бірден бағдарламаның жүргізушілермен таныстыра кетейін. Әсемде қарапайым, оймақ ауыз қызыл ерің, талай жігіттерін көз жауын алар. Әсел Асқар. Менің әріптесім, Сәлем Қазақстан бағдарламасының жүргізушісі, қысқаша таныстырып кететін болсам, Тәуекел Мүсілім. Рахмет, Әсел, расында да қысқа қайырдың. Жарайды, бүгінгі кешіміздің қонағы, ұлы дала баласы, айтыскер, және де қарапайым жігіт, Төреғали Төрәлі. Төреғали, біздің бағдарламаға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Ол өнерді бастаған бала дейтін, қиындықтан қашпаған дана дейтін. Төрешті бала қылған, дана қылған қазақ елі, ассалаумағалейкум.
жаныма тыным берменің, ессіз сезімге бағындырмашы, болмайын сенің ермегің. Күттірмейінші, күттірме мені, кездесуге де шақырма. Бір бақыт ұзақ күттірген еді, сен олай етпе мақұл ма? Ғашық етпейін, ғашық етпеші, жігерді құмдай езбеші. Жанымды менің жасын етпеші, қайғы мұңымды сезбеші. Сағындырмайын, сағындырмашы, жаныма тыным берменің, ессіз сезімге бағындырмашы, болмайын сенің ермегің. Күттірмейінші, күттірме мені, кездесуге де шақырма. Бір бақыт ұзақ күттірген еді, сен олай етпе мақұл ма? Осының бәрін теріс дейікші, бұл менің қатал жарлығым. Осы айтқандарға келіспейікші, керіс дейікші барлығын. Сағындырмайын, сағындырмашы, жаныма тыным берменің, ессіз сезімге бағындырмашы, болмайын сенің ермегің. Күттірмейінші, күттірме мені, кездесуге де шақырма. Бір бақыт ұзақ күттірген еді, сен олай етпе мақұл ма? Сен олай етпе мақұл ма? Сен қуанардай күніге не дайындасам, ұйқыңды қоспай түніңе қалай ұрласам. Серенад айтып үйіңе барайын қашан, терезесінің түбіне жағайын башам. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ, сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жылап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ, сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жылап. Ақ босағаңды күзетіп күнде бармаймын, тіземнен салқынсыз өтіп гүл бере алмаймын. Көшеңнен күнде жүз өтіп үлгере алмаймын. Қайталамайық тағдырын күнменен айдың. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ, сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жылап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ, сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жылап. емеспін, жүрегім жылап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ,
Тәуекел, осы сенің атыңды қойған кім? Менің атымды әкем қойды, ал сенің атыңды кім қойған? Ой, менің атымды қою туралы бір қызық әңгіме бар. Енді қызық әңгіме болса айта ғой. Былай болған. Мен туылмай жатып 3 күн бұрын менің атымды қалай қойған білмеген. Содан кейін 3 күннен кейін менің атымды Әсел деп қойған. Оның несі қызық, Әсел? Қызық емес па не? 3 жасар ініме айтып едім, тыңдаған сайын күле берді. Жарайды, сен мен бәрі түсінікті, Әсел. Ал енді Төреғали өзін айта қойшы осы сұраққа. Сенің атыңды кім қойған? Және қызықты оқиғалар болса айта отыр, бірақ Әселдің оқиғасынан да қызығырақ болсыншы. Жарайды, рахмет. Менің есімімді азан шақырып негізі әжем қойған, марқұм. Бірақ әжеме қоймай айтып, жалынып, өтініш жасап, әкем қойдырған екен. Менің ұлымның аты Төреғали болса екен деп. Сол кезде білген осы Төреғали, Төреәлі деген бренд пайда болатын деп қойды. Қалжың айтам. Негізі араб тілінен аударғанда Али деген Али болып алынады. Сонда Төреәли, Төреғали екеуі бір мағынаны білдіретін бір есім. Бәрекелді, мағынасы зор екен. Ал енді барша көрерменнің қошеметімен осы сахнаға Төреғали Төреәлінің әкесі Төреәлі Төлепов ағамызды шақырамыз. Қошеметпен демеп отырайық, бәрекелді. Ал енді Төреғали саған сұрақ, енді негізі сенің продюсерің қатал емес пе? Продюсерім бе? Иә. Қаталдау кішкене. Ал әке ретінде қалай? Әке ретінде жұмсақ бірақ. Төреәлі аға, енді сұрақ сізге. Өз балаңыздың продюсер болу қиын ба? Оңай нәрсе жоқ деп ойлаймын. Оңай жерде нан жоқ демекші. Қиыншылық та болады, жеңіл уақытта да болады. Зейнеті мен бейнеті қатар жүреді ғой. Өмірде әкесімін, өнерде продюсермін. Айналайын ән балам, айналайын жан балам, жүремімсің таңдаған, қыранымсың самғаған, жұлдызым боп жана бер, әке жолын жалғаған, жұлдызым боп жана бер, әке жолын жалғаған. Наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най. Әкеге ұқсап тудым ба, әке жолын қудым ба, еліктірген әуені күлді қазды қудым ба, соншалықты әдемі сылдыр үні судың да, соншалықты әдемі сылдыр үні судың да. Наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най. Айналайын түріңнен, айналайын тіліңнен, тамсандырып тұрсың ау, тамылы жұтқан үніңнен. Кіп-кішкентай құлыным, бақыттымын бүгін мен. Кіп-кішкентай құлыным, бақыттымын бүгін мен. Наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най. Аяладың әнменен, аяладың таңменен, тәттәуінге берілген тербетілді жан денем. Еркелеткен еліме, еркемен де ән берем. Еркелеткен еліме, еркемен де ән берем. Наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най, наннара 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 най.
әніміз, ән болмаса өмірде келісер ме сәніміз. Қуат беріп көңілге келшір қайық бәріміз. 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 Бір журналист сұрақ қояды маған. Сіздің әндеріңіз неге біртүрлі дейді? Қалай біртүрлі? Әндеріңіз былай енді болады, тақырыптары біртүрлі ғой дейді. Жұрттың бәрі дейді, мен сені іздеймін, қайда жүрсің, таба алмай жүрмін деген әндер айтып жатса, сіз іздеме деп айтасыз дейді. Басқа дені дұрыс әншілердің бәрі мен сені сүйем, махаббаттың отына күйем, ойбай мылтық болса атылып өлем, жіп болса асылып өлем деп атса дейді. Сіз қызға қарап, мені сүй жаным деп айтасыз дейді. Сіздікі не деген тәкаппарлық дейді маған, Құдай сақтасын. Мен ойлаймын ағайын, жігіт енді Құдай жүрек бергесін, махаббат береді. Махаббат бергесін біреуді сүйесің. Жігіт қызға қарап, мен сені сүйем деп айта қойсын. Бірақ сенсіз маған күн жоқ деген өтірік қой ағайын. Жігіт шынымен қызды жақсы көретін болса, жарай, жақсы көре қойсын. Бірақ сенсіз маған өмір жоқ деген өтірік емес па ағайын, айтсаңыздар, не айтпай отырсыздар. Мен солай жауап бердім. Мен де 23 жыл ғұмырымда әнге де, әңгімеге де қосып, сіздердің алдарыңызда алғаш рет. Оянсаңда, шұғыламмен боянсаңда, көңіліме қаяу салма сен. Сен іздеймін шөлдесем де, сүйсем деймін көнбесең де, жақын жүрмін көрмесең де сен. Жалғыздықтан жабықсам да, ғашықтықтан қамықсам да, тәкаппарлық танытсаң да сүйемін сені. Жүрегімді тербесең де, кездесуге келмесең де, уәдеңді бермесең де сүйемін сені. Сенің ернің балма сонда, бал арасы бар ма сонда, бұл ауылда қалма сонда сен. Мен есіңе алмасаң да, ойласаң да, андасаң да, бақытты болар қашанда сен. Жалғыздықтан жабықсам да, ғашықтықтан қамықсам да, тәкаппарлық танытсаң да сүйемін сені. Жүрегімді тербесең де, кездесуге келмесең де, уәдеңді бермесең де сүйемін сені. Жалғыздықтан жабықсам да, ғашықтықтан қамықсам да, тәкаппарлық танытсаң да сүйемін сені. Жүрегімді тербесең де, кездесуге келмесең де, уәдеңді бермесең де сүйемін сені. Жалғыздықтан жабықсам да, ғашықтықтан қамықсам да, тәкаппарлық танытсаң да сүйемін сені. Жүрегімді тербесең де, кездесуге келмесең де, уәдеңді бермесең де сүйемін сені.
Төреғали, осы сенің әндерінің барлығы дерлік той думанға, билеуге арналған. Бір сөзбен айтқанда, тойдың хит әндері десек болады. Дәл қазір саған бір кішігірім шығармашылық тапсырма болсын. Сол хит әндерінді домбыраға салып орындап берсең, қалай қарайсың? Енді қазақтың қос сүйекті аспабы ағайын. Бақыт домбыра, есіл домбыра, тасада қалсаң кешір домбыра дейді. Есі кеткендердің етегін ашып билейтін эстрадыңды қайтейін, есірген мына демей ме? Толымбек Әлімбекұлы деген сатирик ағамыз білесіздер ғой. Сол кісі айтады, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Нағыз әйел емес, нағыз әйел кобра деп қойды. Әйелдердің кобралығын білмеймін. Тәке сөзін жалғастыра беріңіз. Ай, бәрекелді. Енді хит әннің атын біз таңдаймыз, ал сенен тек орындау ғана. Келістік қой? Оны әнді домбырамен айтып берейін бе? Иә, домбыраға салып орындау керек. Сонымен бірінші ән ол бол жанымда. Домбырамен қалай шығатынын көрейік. Басыма сәл бақ қонғанда, менің атым мақталғанда, арайланған ақ таңдардай, көңіл таңдай ақ болғанда, бол жанымдай. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып күңреніп кеткендей, бол жанымдай. Қайырмасын бірге кеттік ары қарай. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып күңреніп кеткенде, бол жанымда. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде, бол жанымдай. Бәрекелді, барша көрерменге ұнаған сияқты. Әсел, саған ұнады ма? Өте. Тамаша, ал келесі ән до, ре, ми әні. Қалай болады екен? Сіздер Қазақстанда болмаған жаңалық жасадыңыздар ғой? Ай, бір сұлуға арнадым бір сұлу өлең, киіп керегім шынымен. Әуенімнің ырғағы сәйкес келет жүрегімнің дүрсіліменен. Шалқып көңіл шаттық үйірсін, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған до, ре, ми, фа, соля, сиімсің ай. Ай, жарайсың. Әсел, не болды Төреғалиға сонша телміріп қарап тұрсың? Той, төреш сияқты, жұлдыз,
сахнада жарқырап тұрғанда көзім шағылысып, сені көрмей қалыппын. Кешірші мені. Жарайды ал, келесі әнге көшейік. Келесі ән төрешім әні. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Ей жоқ, сен маған жоқ деме. Ей өкпелеме, сен мейлі өкпеле. Мен біреумін жерде де көкте де, жаным, 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 ей жаным, жаным. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосып алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, ай көресің. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосып алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Кеттік тамаша. Жоқ, сен маған жоқ деме. Өкпелеме, сен мейлі өкпеле. Мен біреумін жерде де көкте де. Жаным, жаным, жаным. Естен кетпей жүрсің тек сен, жаныңа жетсем, келіншегім етсем. Болам қателесіп кетсең, мен төрешің, төрешің, төрешің. Я, мен болам төрешің, таны алсаң, жігіттің төресін. Төрешіңе бір күн көнесің, жаным, жаным, жаным. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Әсел, сен осы Төреғали Төреәлінің Қазақстан телеарнасында сөз мерген бағдарламасының жүргізушісі болғанын білесің бе? Жоқ, білмедім. Ал кішкентай кезінде қай қалаға көшіп кеткенін білесің бе? Ұмытып қалыппын. Ақтөбеге көшкен, біліп жүр. Және де Төреғалидің шашы қара емес, ол блондин. Ол әрдайым бояп жүреді қараға, оны білдің бе? Оны да білмедім. Оны білмей қой, ол өтірік. Негізі көп нәрсені Төреғали жайында білмейді екенсің. Сондықтан білу үшін Сәлем Қазақстан бағдарламасында менің сүйікті айдарым, ашық микрофон айдарына кезек береміз. Сіз өзіңіз осы жақында Қостанайда концерт қойдыңыз.
енді сол концертте мен сізге 2 букет гүл бердім. Соның біреуі менің негізі қызыма еді. Соны қайтарып бере аласыз ба? О заманда бұл заман еркектің еркекке гүл берген емес бауырым. Сол гүл керек болса мен мына гүлді бере салам саған. Любой қыз сындырасын. Сәлем Қазақстан, сәлем Төреғали. Сәлеметсіз бе? Осы сіздің 2 қарындасыңыз бар дейді. Солардың есімі Төregүл және Төре Разы деген екеуі рас па? Жоқ. Қайқын тауып 2 қарындасым бар, Аллаға шүкір. Фариза, Дина деген 2 қарындасым бар. Фариза Оңғарсынова апамызға ұқсасын деп, Дина Нұрпейсова күйші анамызға ұқсасын деп. Әкемнің ағалары өздері қойған. Манчестер Сити футболының командасында Яя Төре деген сізге қалай туысқан болады? Ол енді маған еліктеп жүрген біреу шығар деп қояды. Ешқандай туысқандығым жоқ бауырым. Сәлем Қазақстан. Сіздің кішкентай жасындағы қандай кітапты оқыңыз, қандай кітап жақсы көресіз? Өте көп кітап оқыдым бауырым. Әкем оқытты. Көбінесе оқып отырып, басқа қиялдан бір сөзден бірдеңен іліп алып, ары қарай кітапты түсінбей оқи беретін. Мен кішкентай кезімде есімде 4-ші болмаса 5-ші сынып беген, біздің үйде 5 ғасыр жырлайды, 10 ғасыр жырлайды деген кітаптар болатын. Сол кітаптарды таңнан кешке дейін әкем оқытқызып, жаттатқызып, менен өзі қайтан сабақ алып сұрап отыратын. Рахмет. Менің сұрағым Тәуекел мен Төреғалиге арналады. Осы Төреғали, сіз айтыскер ақынсыз, әншісіз, ал Тәуекел актер, әнші. Енді сіздерде болашақта бір жақсы дуэт шығады деген ойдамын. Қалай қарайсыздар? Ал мен сіздердің продюсерлеріңіз болам. Оппана, әңгіме қақты жатыр десеңші. Иә. Енді Тәуекел дегеннен қазақтың кәдімгі қазақтың жігіті қайсысы десе, міне деп көрсететіндей ақ жігіт қой, неге айтпасқа? Ол кісі келсе айтамыз, Тәуекел. Мен Тәуекел. саған айтып тұрмын ғой, сенің мәртебен жоғары, сен айта қой деп. Сен жоғары тұрсың менен. Бәрекелді, жарайды. Басы бой емес, басы ой дегім келеді. Жаным бар, аман бош. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Сәлеметсіз бе Төреғали? Сәлеметсіз бе. Осы Сәлем Қазақстан жобасын ұйымдастырып жатқан біріншіден Қазақстан ұлттық арнасына алғысым шексіз. Тәуекел, Әсел ханым осы жүргізіп, халықты сізбен жүздестіріп жатқанға алғысым шексіз. Енді менің сізге сұрағым, осы ұлттық арна қашан құрылғанын білесіз бе? Және осы ұлттық арнадағы қандай бағдарламаларды жиі көресіз? Мен енді анығын білмеймін, бірақ мен ұлттық арнаға 17 жасымда журналист болып жұмысқа тұрғам. Сол кезде естідім, одан жастау әлі келген журналист болған жоқ деп, мүмкін болған шығар. Енді ұлттық арна 1953-8 жылдардың аралығында жарыққа шықты ғой деймін. Ең бірінші шыққан кезінде халыққа тек 5 сағат қызмет атқаратын болған. Солай шығар деп ойлаймын. Ал енді бағдарламалар қайырлы таң бар, біздің бала күнімізден көріп келе жатқан. Таңшолпан ғой қазіргі. Әйел бақыты бар, дара жол бар, түнгі студия бар, Сәлем Қазақстан бар. Қандай барлығын қолымыз босаған кезде, қолымыз қалт еткен кезде көруге тырысамыз әрине ұлттық арнадан. Рахмет сұрағыңызға. Сәлем Қазақстан, сәлеметсіз бе Төреғали Төрәлі. Мен сіздің фанатымызбын, сізге еліктеймін. Өскенде сіз сияқты әнші болғым келеді. Жаным. Негізінде қазіргі таңда мен де сіз сияқты балапан арнасында тележүргізушімін. Сізге қоятын сұрағым, менімен бірге дуэт айта аласыз ба Алло әнін? Егер Ерке Есмахан ренжімесе. Қазір ме? Дәл қазір осы жерде. Төу, сенің таңдайыңнан тақ-тақ еткен. Түпә. Бастаңыз, қыз бастайды бірінші. Иә, білем. Ал бастай бұл. Мұны ағызы еркеден де асайын деп тұр ғой. Алло. Алло,
кім? Кімді іздедің? Таныдың ба? Жұлдыз бедің? Иә. Сенің жұлдызыңмын, жанашпаған сырды іздедім. Кешіріңіз, кім едіңіз? Бір сұлудың тірегіміз, әзір бойдақ басымыз бос. Бос орынға гүлегіңіз. Ой, қарындас, олай демеңіз, сөйлейді солай неге қыз. Қара үйден қарауыл болса, қасыңа қалай келеміз? Кел сырласайық, кел сырласайық, қосылған солай көбейік. Рахмет. Бәрекелді. Абонент поля саясынан түсірдіңізші. Көп рахмет. Рахмет жан қарындасым, бағың жансын. Төреғали, менің сұрағым бар. Бүгін тағы да дуэтпен ән орындайсыз ба? Бүгін міндетті түрде ән орындаймыз дуэтпен. Ендеше құрметті көрермен, сіздердің қошеметтеріңізбен сахнаға Асқар Қалмырзаны шақырамыз. Асыл жарым, тағдыр өзі сыйға тартқан гүлім бедің. Жасыл бағым, шуағына шомылдырған күнім бедің. Бүгін менен кей достарым қапа болып түңілсе де, түңілмедің, мына менен өзің ғана түңілмедің. Кешір мені, үмітімді сеніміңді ақтамадым. Кешір мені, тағын не деп алдың да мен ақталамын. Кешір мені, жүрегімде өзің салған жара жатыр. Кешір деуде, маған сондай ауыр болып бара жатыр. Білмеймін мен, саған бақыт бол алдым ба, болмадым ба. Білмеймін мен, сол бақытқа баратұғын жол ауыр ма. Келем оғым, үйден шықсам үйге қарай асығамын. Сенен шығып, саған қайта сағынышпен оралуға. Кешір мені, үмітімді сеніміңді ақтамадым. Кешір мені, тағын не деп алдың да мен ақталамын. Кешір мені, жүрегімде өзің салған жара жатыр. Кешір деуде, маған сондай ауыр болып бара жатыр. Кешір мені, үмітімді сеніміңді ақтамадым. Кешір мені, тағын не деп алдың да мен ақталамын. Кешір мені, жүрегімде өзің салған жара жатыр. Кешір деуде, маған сондай ауыр болып бара жатыр. Асқар Қалмырза алдарыңыз, қошеметтеріңізбен ағайын.
Кеттік. Бір сұлуға арнадым бір сұлу өлең, кейіпкері кім шыныменен? Ән жырымның ырғағы сәйкес келеді жүрегінің дүрсіліменен. Шалқып көңіл шаттық елсін, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Саз төгеді сан түрлі махаббат перне, есіміңді атап өткенде. Сақтаулы тұр жетәріп жетәуен болып, жүректейтін нота дәп берде. Шалқып көңіл шаттық үйірсін, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Нәр-нәр-нәр-нәр-нәр, 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 ескендірдің әніндей естілген елге, махаббатың ескірмеген бе? Күмбірлеген кеудеңнің сол жағындағы соль делденді ешкімге берме. Шалқып көңіл шаттық үйірсін, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Шалқып көңіл шаттық үйірсін, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің. Елімде бір сұлу бар, ұлы абайдың ерекше ылағындай құралайдың. Желсіздің жарығайдың сәулесіндей, сол қыздың терезесін сығалаймын. Жанымыз құмартқасын, ән жазымның арқасын. Мен күнде гүл беререм, әттең жырақтасын. Мен күнде гүл беререм, әттең жырақтасын. Өзіңе сыйлар едім қырдың гүлін, амалсыз ұшырамын жыр бұлбұлын. Батыстан құшақ жайып қарсы аламын, шығыстан сен боп шыққан күннің нұрын. Жанымыз құмартқасын, ән жаздым ұнатқасын. Мен күнде гүл беререм, әттең жырақтасын. Мен күнде гүл беререм, әттең жырақтасын.
Рахмет. Гүлдеріңізге рахмет ағайын. Тіл алғыш болсаң гүл алғыш боласың деген осы ғой. Бірақ мен түспесем гүл беретін ойларың жоқ па қалай сонда? Жандарым, алтындарым, рахмет. Қазақ деген бізбен сіздер. Мені де еркелетіп жүрген сіздер. Төреғали Төрәлі ұлымыз деп кешіме билет алып кірген сіздер. Жарқыратып кеш беру Қазмедиада маған доңай тимесін білген сіздер. Елге алғаш танылған әнім еді, іздеме десем дағы іздер сіздер. Ұлы дала баласы мен болайын, менің ұлы қорғаным сіздер. Жүрегімде қалды сыз неге, сіз қалдырды сол бір қыз неге. Үмітіңді маған іздеме, үзер болса менде іздеме.
шаң жұқпай шаршамай дала дүбірінен дүрлікті ән сарай дала әне кетіп барады жалға жабысқан өй желмен бірге жарысып қаршадай бала ей айқайлап пай-пайла думандатып той-тойла шаңға бөкті айнала алда кетті қай бала бас қамшыңды тоқтамай ей айқайла пай-пайла думандатып той-тойла шаңға бөкті айнала алда кетті қай бала бас қамшыңды тоқтамай мұндайдай жаңғырар кеуде жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде о жаратқан баланы сақтай көр өзің тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме ей айқайла пай-пайла думандат той-тойла шаңға бөкті айнала алда кетті қай бала бас қамшыңды тоқтамай ей айқайла пай-пайла думандат той-тойла шаңға бөкті айнала алда кетті қай бала бас қамшыңды тоқтама Ай, жарайсың, бәрекелді. Әсел, есіңде ме, кішкентай кезімізде үйге қонақ келгенде суреттер толған фотоальбомды беретін едік, иә? Менің ойымша, 10-20 жылдан кейін Инстаграм қосылған, үйге қонақ келген кезде Инстаграм қосылған смартфонды беретін шығарымыз. Ой, айтпа, тәуекел. Инстаграм демекші, қазір Инстаграм парақшасында жұлдыздарға тыныштық бермейтін папараццилар көбейіп кеткен. Сол папараццилардың объективіне біздің төреште түсіп қалған екен. Ендеше, дәл қазір папарацци айдарынан Төреғалидің суреттерін тамашалайық. Ардақты ағайын, көгілдір экранға назар аударыңыздар. Бұл сурет ұмытпасам, Шынберген Сүлейменов ағамның Ақтөбедегі концертіне барған кездегі қонақ үйде жасаған селфошқы. Қай жылы еді бұл? Есінде бар ма? Бұл енді 67 жылдар ғой десең. Осы 1-2 жыл болған шығар. Бәрекелді. Келесі суретке назар аударайық. Ал, мына сурет. Бұл сурет Бейбіт Қорған ағам. Қай жерде? Бұл Алматының әуежайында. Алматының әуежайында. Бұл қандай әңгіме дүкен құрып жатсыңдар? Не жайында? Бейбіт ағам енді қазақтың марғасқа жігіттерінің біреуі ғой. Бұл сөз көрген сайын жақсы әңгімелерін айтып, ақылдарын айтады. Арасында қалжыңдасып әзілдескенін жақсы көреді. Сондай бір сұхбаттың үстіндегі сурет. Келесі сурет. Қаяқтан? Бізде осылай, Төреғали. Папарацци деген осы. Ана түр ұят болды, сәле. Кенжебек ағам ғой. Оны көріп тұрмыз. Бер жанында Төреғали Төрәлі. Сонымен бұл талас па әлде не? Не үшін талас? Ұлттық арнамен біз Қытайда Хайнан аралына барған кезде намыстода ойынымен. Сол кездегі сурет Кенже ағам айтқам, негіз осындай алып ішеңіз сізде дебім. Жо, мен басқасын ішем деп өзінікі онша емес болып қалды ғой деймін. Сосын менікіне қарап тамсанып отқан кез ғой. Негізі актерлық шеберлік бар екен ағамызда. Ой, бұл кісілер енді сахнаның саңылақтары ғой. Жарайды, әрі қарай, келесі сурет. Мынау енді менің қайнар дегім кәдімгі жаным, етім, бауырым.
Алло деген, бол жанымда, тағы да басқа әндерімнің барлығын өлеңін жазып жүрген ақын бауырым. Екеуміз кішкентайымыздан құлдыраңдаған тай кезімізден тепсіп бір құмда аунап, қонап өскен бауырым. Алматыға мен оқуға келген жылым екен, сол бетінен сүйіп, құшақтап, селфидің ең бірінші шығып атқан кездер ғой. Енді бұл қай жерде, қандай концерт? Не істеп отыр? Шабыттанып әннен жіберіп отырсың ғой. Бұл кісі енді негізі отырып та айта береді. Қазір кейін кезде жатып айтуды шығарған осы. Бір концерт болып тұр ғой енді. Сол отырып анау осындай сахнаның осындай жеріне келіп суретке түсейік деген кезде отырып түсуге енді басқа амал жоқ. Әрине. Солай тура келген болу керек. Бәрекелді. Осымен ардақты ағайын папарацци фото айдары аяқталды және біздің бағдарлама әрі қарай жалғасады және осындай көтеріңкі көңіл күймен әрі қарай жалғастырайық. Тәуекел, сен осы Төреғалимен бірге ән орындап көрдің бе? Жоқ, мен орындап көрген жоқпын. Бізде қазір жұлдызды караоке айдары, қазір Сәлем Қазақстан бағдарламасының көрермендері Төреғалимен бірге қосылып әнін орындайды. Ән сөздері көгілдір экраннан көре аласыз. Халықпен бірге, бәріміз бірге. Басыма сәл бақ қонғанда, менің атым мақталғанда, арайланған ақ таңдарда, көңіл таңдай ақ болғанда. Сен барсың тек менде, шатырап көктемде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Uykusuz tünlerde, ol canımda. Beterim jer, şınga çıksam, ömür mene kuzdan dönmen. Ol canım, ay 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 ay. Sen varsın, gelmedin şektevge, nurumdu tökkende, күңіреніп кеткенде. Бол жанымда, өмірді сүргенде, шамылып мұң көрпе, көңілім күндерде, ұйқысыз түндерде. Бол жанымда. Осы жерін бәріміз бірге айтамыз енді. Сен барсың тек менде, келмедің шектеуге, шатырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Бол жанымда, өмірді сүргенде, шамылып мұң көрпе, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде. Бол жанымда. Көңілсіз күндерде, бол жанымда. Бәрекелді, енді бүгінгі үшінші жұлдызды тележүргізушімізге сөз берейік. Сәлем Қазақстан, эфирде әдеттегідей хит шеру.
Шеру көшбасшыларын атап өтпес бұрын hitparat.kz сайтында белсенділік танытқан барша көрермендерге алғысымызды білдіреміз. Хит шеру шарты бойынша 15 балдық өлшеммен алғашқы 3 өздік орындаушыға 15 балдан береміз. 4-5 орындағы жұлдыздар 10 балдан, 6-7 орындағы әншілер 7 балдан алады. Ал 8 орындағы жұлдыз 5 бал, соңғы қатарда орналасқан әншілер 3 балдан алмақ. Апта сайын бұл көрсеткіштер көрермендердің дауыс беру белсенділігіне қарай артып, жыл соңында қорытындылады. Жыл әнін, жыл орындаушысын анықтау өздеріңіздің қолдарыңызда, құрметті көрермен. 10-шы орынға неге үндемедің әнімен Мистериумс тобы орналасты. Көптен көрінбей кеткен жігіттердің қолдаушылар қатары азаймаған көрінеді. 9-шы орында Диас Аблаевтың Арнаймын саған әні берік жайғасқан. Алда жақсы өзгерістер болады деген үміттеміз. Ал 8-ші орында жарқын жұлдыз Марсель бұл өмірде әнімен. Мұндай көрсеткішті Марсельдің өзі де күтпеген болу керек. Өнердің биігіне шыққан Арай тобының жігіттері Мұңайма әнімен 7-ші орынға жайғасты. Тың туындыларымен бұл сері жігіттер бізді әрі қарайды қуантады деген пікірдемін. Тоқтамай биле деп ұрандатып жүрген Аюмидің сұлулары 6-шы орынды иеленген көрінеді. Қыздар осы беттерінен таймаңдар. Айқынның ең алғашқы әні жұлдызға 5-ші орынды сыйлады. Өзіндік еңбек қорлығымен белгілі бұл әріптесіме сарқылмас шабыт тілеймін. Көпшіліктің көңілінен шыққанмен Мейрамбектің қол жетпесім әні біздің шеруде 4-ші орынға жайғасыпты. 3-ші орынға Нұржан Керменбаев пен Жанар Доғалованың орындауындағы «Мұның дұрыс болмады» әні орналасыпты. Бауырларының осындай әнмен көш бастай алмағанды дұрыс болмапты. Ал 2-ші орынға Туған жер әнімен Жанболат пен Жазира және дуэт 7 тобы ие болған көрінеді. Өнерде үлгілі отбасы атанып жүрген бұл өнерпаздарды бастамаларымен құттықтаймын. Көптен күткен 1-ші орынға Беркут пен Аиша Айналайын әнімен жайғасқан. Көрермендердің ықыласы ауған бұл өлеңді аталып өткен үздіктердің ондығы hitparat.kz сайтында сіздердің дауыс беру жиілігі бойынша анықталады. Сүйікті әртістеріңіз бен әндеріңіздің алдыңғы қатардан табылғанын қаласаңыз, лүпілді аямаңыздар. Амандықта жүздескенше. Әсел, халық Төреғалидің әндеріне шөлдеп қалдау деймін. Бір жақсылап тұрып шөлін қандырып алсын. Төреғали, сөз сенде. Қосылмай қарайтындай досындай үйлен деген негізі түріміз
Ары қарай жастардың құрметіне жүрек көнбейді. Жаным саған сырақ барады, ағарманым сен едің ай. Сағым күндер ұзап барады, сағындырдың неге болай. Қоштасуды жаның қаламай, қимай бір қарадың. Қиналсаң да кеттің қарамай, жүрегімді тыңдамадың. Айтқаныма жүрек көнбейді, көнбейді, көнбейді. Бар бақытым жалғыз сендейді, сендейді, сендейді. Қолым жетпес арман бол мейлі, бол мейлі, бол мейлі. Үміт отым мәңгі сөнбейді, сөнбейді, сөнбейді. Еркелейсің түсім енгенде, елесіңмен тілдесемін. Сені жаным төсінем менде жаным мұң кешемін. Ғажабыңды өлең етермін, әнім болдың жүрегімде. Ажарыңды көрер ме екенмін, аңсау менен жүремін бе. Айтқаныма жүрек көнбейді, көнбейді, көнбейді. Бар бақытым жалғыз сендейді, сендейді, сендейді. Қолым жетпес арман бол мейлі, бол мейлі, бол мейлі. Үміт отым мәңгі сөнбейді, сөнбейді, сөнбейді. Айтқаныма жүрек көнбейді, көнбейді, көнбейді. Бар бақытым жалғыз сендейді, сендейді, сендейді. Қолым жетпес арман бұл мейлі, бұл мейлі, бұл мейлі. Үміт отым мәңгі сөнбейді, сөнбейді, сөнбейді. Жұдырықтай жүрегі бар жұмыр басты пенделер, әр қайсыларыңыздың жүректеріңіз қазақ деп соғады. Сенесіздер ме? Жүрегің қазақ сенесің бе? Халқыңның қамы үшін аянба арысым. Ақ болсын, пәк болсын, кіршіксіз намысың. Себебі сен қайсар қазақтың арысың, жаны
қазақ жанымда қазақ ұлтыңның күресші бағы үшін арында қазақ жалында қазақ бар әлем танысын қанында қазақ жанында қазақ ұлтыңның күресші бағы үшін арында қазақ жалында қазақ бар әлем танысын қанында қазақ Қошеметтеріңіз Төреғали Төрәлі. Уақыт қалай зымырап өтіп кеткенін байқамайда қалдық тәуекел. Әсел, ол Төреғалидің өнер арқасында. Төреғали, саған көп рахмет. Шабытың ешқашан сарқылмасын, биіктен әрдайым көріне бер. Рахмет көп. Төреш, саған алғысымызды білдіру үшін Қазақстан ұлттық телеарнасының және де Сәлем Қазақстан жобасының ұжымының атынан кішігірім тартуымыз бар. Ол ерекше сыйлық, себебі ол тек осы бағдарламаның қонақтарына табыс етіледі. Сонымен біздің кішігірім сыйымызды қабылдау. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі кешімізден естелік ретінде. Рахмет көп. Төреғали, Сәлем Қазақстан бағдарламасы ұнады ма? Өте қатты ұнады. Әсерің қандай? Республика сарайында Қазақстан концерт залында берген концерттерден гөр бұл концерттің жүгі кішкене ауырлау болды. Жасырмау керек, шынын айту керек қой. Рахмет талғампаз тыңдармандарға, көрермендерге, қолдаушыларға, бәріңізге Алла баянды бақыт, аяулы тағдыр берсін ағайын. Рахмет. Сәлем Қазақстан бағдарламасының бүгінгі қонағы, ұлы дала баласы Төреғали Төрәлі.